Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Оқу мақсаты: мәтіндердің стильдік, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып талдау жасау, ырықсыз етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану. Ой түрткі: бала деген кім? Бала құқы неше жасқа дейін сақталуы керек? Адам өз құқын қорғау үшін нені білу керек? Сіз өз құқыңызды қорғай білесіз бе? Нақты мысалмен дәлелдеңіз. Оқушылар өз ой тұжырымдарын ұсынады. Мәтіналды жұмыс. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Адам құқығының пайда болуы туралы не білесіздер? Азаматтық құқықтар туралы не білесіздер? Адам құқығы мен бостандығының арасында қандай айырмашылық бар? Егер оқушы сұраққа толық жауап берсе, 1 балл. Мәтінмен жұмыс. Екінші тапсырма. Мәтіндерді оқыңыз. Оқушылардың назарына 2 мәтін ұсынылады. Оқушылар мәтіндерді мұқият оқиды. Бірінші мәтін және екінші мәтін. Үшінші тапсырма. Вен диаграммасы арқылы мәтіндердің стилін, жанрын, ерекшеліктерін анықтаңыз. Егер оқушы мәтіндердің стилін анықтаса, 1 балл, мәтіндердің жанрын анықтаса, 1 балл, стильдік және жанрлық ерекшеліктерін көрсетсе, 1 балл. Тілдік бағдар. Оқушылар ырықсыз етістің ережесін тағы бір мәрте естеріне түсіреді. Төртінші тапсырма. Етістіктерге ырықсыз етіс жұрнағын жалғап, сөйлем құраңыз. Оқушыларға бірнеше етістіктер ұсынылады, үлгі бойынша тапсырманы орындайды. Егер оқушы ырықсыз етіс жұрнағын дұрыс жалғаса, 1 балл, тақырыпқа сай сөйлем құрай алса, 1 балл. Бесінші тапсырма. Берілген жай сөйлемдерді өзара біріктіріп, құрмалас сөйлемге айналдырып жазыңыз. Оқушылар жай сөйлемдерді өзара біріктіре алса, 1 балл, құрмалас сөйлемге айналдыра алса, 1 балл. Тексереміз. Оқушылар өз жауап нұсқаларын салыстырып көреді. Заңды білу заман талабы болғандықтан, заң білімі саласынан мағлұмат алған дұрыс. Моральдық тәртіпті бұзғаны үшін адам заңды жауапкершілікке тартылмаса да, ол көпшіліктің назарына ілігеді, әрі айналасына жағымсыз пікір туғызады. Құқықтық білім арқылы жасөспірім құқықты ұғынады, әрі оның санасы қалыптасып дамиды. Жасөспірімдер арасында қылмыс қашанда ұлттық тұтастығымызға қауіп төндіріп, ел болашағына зиян тигізеді. Құқық пен бостандық адамның қоғамдағы орнын айқындайды және оның мемлекетпен өзара байланысын анықтайды. Мәтін соңы жұмыс. 6-шы тапсырма. Рафт кестесі. Рафт кестесі бойынша рөлдің бірін таңдап, шағын монолог дайындап айтыңыз. Егер оқушы ұсынылған тақырыпты аша алса, 1 балл, шағын монолог дайындап айта алса, 1 балл. Кері байланыс. Көз, құлақ, ауыз тәсілі. Бүгінгі сабақтан не көрдіңіз? Не естідіңіз? Не айттыңыз? Оқушылар өз жауаптарын ұсынады. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.